Тимирязев ауданындағы кәсіпкер Ничат Алиев осыдан 4 жыл бұрын кәсіпкерлікпен айналысамын деп жер алғанын айтады. 85 гектар жермен ісін бастаған кәсіпкер жергілікті атқарушы билік органдар тарапынан қиыншылықтар болғанын айтады. Себебі аудандық әкімдік тарапынан аудан қорына қаржы жиналған. Меня вызвал первый зам акима района Искаков Азамат Анукович. Мен өз шамам келгенше 3 жыл бойы қорға қаражат беріп отырдым. Сонымен қоса Дзержинский ауылдық округінің әкімдігіне де шамамызша көмектесіп жүрдік. Аудан әкімдігі жерді жалдаған үшін жылына 500 мың теңге төлеу керек дейді. Бұл туралы талқыға алған кәсіпкерлер палатасы осы сынды істер мемлекеттік қызметшіні жемқорлық ісіне итермелеуі мүмкін дейді. Себебі аудан қорына жиналатын қаражат жөнді ескерілмейді. Тіпті бұл туралы кәсіпкерлер палатасы өкілдерінің өзі де хабарсыз болып шықты. Несвойственные, обязательства, которые Бизнес субъектілеріне қатысты жер жалдау тұрғысында шарт бойынша бірнеше талаптар бар, бірақ олардың арасында демеушілік көмек сындылары айтылмаған. Кездесу барысында аудан әкімінің орынбасары Азамат Исқақов аудан қорының ақшасы бюджетте жетіспеген қаражаттың орнына қолданып шұрық тесік жолдарды жөндеуге жұмсалады деп айтты. Дегенмен ақшаның қаншалықты дұрыс іске асып жатқандығы туралы барлық олқылықтарды жөндеуге сөз берді. Өйткені барлық жұмсалып жатқан қаражаттың қайда кетіп жатқанын тұрғындар біліп отыруы керек дейді палата өкілдері.